Махаббатсыз дүние бос. Махаббат туралы талай ақын мен жазушылар жазатынының бәрін жазып тауысқан секілді. Бұл тақырыпқа келгенде Абай атамыздың «Махаббатсыз дүние бос, хайуанға оны қосыңдар» деген сөзі есіме түседі. Меніңше махаббат деген сүйемін деген сөзбен бірге болып үйленумен анықталмайды, шектелмейді. Оның ғашықтықтан да, сүюден де артығырақ, ауқымдырақ ұғым. Адам махаббатты сезіне білу үшін ең біріншіден ол жаратушыға оған өмір сүріп бергені үшін адамзатқа табиғатты мінсіз етіп, жатарқанын бағалап, соған шүкіршілік ете білу арқылы анасына 62 тамыры иіп, түн ұйқысын 4 бөліп, осы күнге дейін жеткізгені үшін оны сыйлау арқылы сезіне алады. Адал махаббат, пәк махаббат тек қана жаратушыға, ана мен бала, әке мен бала арасында болатын секілді. Бала анасын сұлулығы үшін, мінезі үшін, не байлығы үшін жақсы көрмейді, тек қана анасының бар болғаны үшін жақсы көреді. Ана да баласын бір қасиет үшін емес, тіпті баласы кім болса да аман жүруін тілеп жақсы көреді. Яғни бұл махаббаттың ешқандай шарты жоқ. Ал ер мен әйелдің арасында адал махаббат болуы мүмкін бе? Мүмкін болса ол қандай? Қазіргі таңда жалпы махаббат ұғымы құнсызданып кетті ме деп жүрміз. Меніңше, оның себебі қазіргі қоғамда адамгершіліктің төмендеуі, сыйластықтың жоқтығы. Қарапайым сыйластықсыз махаббат болу мүмкін емес. Демек, өзі ата-анасын сыйлай білмеген ұл не қыз өз жұбайын сыйлауы араларында махаббаттың болуы екі талай нәрсе. Махаббат деген сүйдім, күйдім, сенсіз маған өмір жоқ деген құр сөз емес. Ол қарапайым күйбең тіршілік кезінде сүйеу бола алу, өзінің талаптары мен қажеттіліктеріңді дауламай, керісінше жұбайыңа мейірім, түсіністік сыйлай білу. Әрине, қазіргі нарық заманда бұның бәрі бағалана бермейді. Жастар көбіне көп нәпсісіне еріп, белгілі бір есепке салынып кетеді. Сөйтіп, жұбай таңдайды, үйленеді, үй болады. Бірақ уақыт өте келе сұлулығына, не байлығына, ауқатты туысы болғанына, тағы басқа қызығып қосылған адамының қарапайым адамгершілігінің төмен, жоқ екеніне көзі жеткеннен кейін от болып жанған ғашықтық, сүйіспеншілік су сепкендей басылады. Кішкене қиындыққа төзе алмай немесе өзін ғана ойлап жұптар айырылысып жатады. Сондықтан жеке менің ойымша, махаббат қол ұстасып, өмір бойы қуанышың мен қайғыңды бірге бөлісіп, біріне бірі сүйеу бола білген, сатқындық жасамай, бірін-бірі бағалай білген адамдардың арасындағы ғашықтық пен сүйіспеншіліктің жалғасы іспеттес болу мүмкін. Яғни махаббат болу үшін көпті бірге көріп, оған еңбегің сіңіп, өміріңнің қымбат бөлігі арналуы шарт. Жақындарыңызды, жарыңызды бағалай біліңіз. Осы махаббат тақырыбында ары қарай жалғастыру мақсатында мен және сен тақырыбында әңгіме қозғағым келеді. Жақсы көру деген бір ұлы қасиет бар. Бұл сезім әйел адам мен ер адам арасында пайда болады. Махаббат жақсы көру дегеніміз не деген сұрақты қойсақ, барлығы өзгеше етіп айтып берер еді. Бұл қасиеттің өзі де екі түрлі болады. Жалпы адам баласын, адамзатты жақсы көру, және жеке біреуді жақсы көру, сол адам үшін барлық жақсылық жасау, қолымыздағын беру, шынайы махаббат сезімі болса керек. Бала дүниеге келгенде ата-анасының махаббатына бөленеді. Есейгенде бір адамды кездестіреді, ғашық болады. Кейде жүрегін жаралайтын сезімге душар болады. Махаббат сезімі мыңдаған адамдардың жүрегін жаралаған. Қаншама адам махаббат үшін күресте өмірімен қоштасқан. Бірақ сонда да махаббат туралы айтылған әндер, даналар сөзі, мақалдар, өлеңдер, тағы басқа көп кездеседі. Қаншама атақты жазушылар бұл нәзік сезім туралы өлеңдер жазған десеңізші.
Біз өмірімізде әртүрлі адамдарды кездестіреміз. Барлық шағымызда, тіпті балалық шақта жүргенде де біреуге ғашық болып қаламыз. Есейгенде біздің бір адамға сүйіспеншілігіміз пайда болады. Кейінірек болса арта түседі. Өмірімдегі жалғызымды таптым деген ойлаймыз. Кейде қателесуіміз де мүмкін. Біреулер бір көргеннен ғашық болса, екіншілері біршама уақыт керек болады. Басқалар болса өзінің махаббатын тым кеш кездестіреді. Махаббат адам жасына қарамайды деп бекер айтпаған болса керек. Кейде жасы жеткен адамдар арасындағы нәзік сезімге куә боламыз. Киноларда мұндай жағдайлар жиі кездеседі. Ал өмірімізде солай бола ма? Біздің өміріміз құпия мен сырларға, күтілмеген жағдайларға толы болады емес пе? Жастар ғашық болады, отбасын құрады. Ер адам мен әйел адам арасында махаббат сезімі пайда болғаннан кейін де біреулердің отбасы құруға батылы жетпей жүреді. Көп уақыт ойланамын деп ғашық болған адамынан да айырылып қалғандарды кездестіруге болады. Біреулер ештен кеш жақсы деп ұзақ уақыт кездесіп, бірін-бірі жақсылап танып, кейін ғана отбасын құрады. Тағдырдың айтқанын ешкім өзгерте алмайтыны рас. Бір-біріне ғашық болғандар, үнемі бір-бірінің қасында жүретін адамдар да, ғашығынан айырылып қалатын оқиғаларды да кездестірдік. Кейде қатал тағдыр біз үшін бәрін шешіп қоятыны да рас. Біз дәл осы сәтте және дәл осы жерде өзіміздің бақытты екенімізді білмей жүріп, бақытымызды күтіп жүреміз. Біз өзіміздің бақытты болғанымызды сәтсіз оқиғадан кейін, қасымыздағы адамдардан айырылғаннан кейін ғана білеміз. Шынайы сезім күтілмеген жерден пайда болуы да мүмкін. Бір-біріне ғашық болып, бір-бірінсіз өмір сүре алмайтындар арасында өшпенділік пайда болуы да мүмкін. Кейде бірін-бірі көргісі келмейтіндер бір-біріне ғашық болып, соңында жүрек қалауы бойынша қосылады. Әр адам өзіне қонған бақыт құсын аялай білуі керек. Осы сәтті пайдаланып жүрегіміздегі сезіміміз туралы адамға айтуға асығуымыз керек. Әрине, бірінші қадамды ер адам жасағаны дұрыс. Себебі отбасының тірегі ер адам емес пе? Біздің өмірімізде бір-біріне ғашық болмай, бірін-бірі құрметтеп, сыйлап жүретін адамдар да отбасы құрады. Сол адамдар арасындағы нәзік сезім кейін пайда болуы да мүмкін. Олар құрған отбасы болса, мықты әрі үлгілі отбасыға айналуы мүмкін. Ерлі-зайыптылар арасындағы сенімділік, түсінбеушілік, келісім соңында жеңіп шығады. Бұны біз қате деп айта алмаймыз. Қазіргі заманда барлық нәрсе дамыған. Адамдар арасындағы қатынастар, адамдар арасындағы сезімдер де өзгерді ме деп ойланып қаласың. Осы күнде бірін-бірі жақсы көріп, отбасы құрғандарды кездестіруге бола ма? Адамдар бірін-бірі алдында адал ма? Махаббатты кездестіруге бола ма? Деген сұрақтар барлығының ойландыратын болса керек. Жеке өзім махаббат күшіне, махаббаттың адалдығына, тазалығына, пәк сезімнің бар екендігіне сеніңдер дегім келеді. Жастар қателеспесе екен, өзінің бақыты үшін күрессе екен, бір-біріне сеніп отбасы құрса екен деп ойлаймын. Мүмкін сонда берекелі отбасылар саны көбейіп, балалар бақытты отбасыда тәрбиеленіп келетін еді. Ал балалар үйлерінде өсіп келе жатқан балалар саны болса азайып, махаббат, отбасы, тазалық, пәктік, адамгершілік құндылықтары бірінші орында тұратын беді.